Біздің ата бабаларымыз жер дауы мен жесір дауы, яғни қазақтың елін, жерін, қыз келіншектерін қорғаумен дүниеден өтті. Сол бабаларымыздың қанымен келген қасиет кешегі желтоқсан оқиғасында да алаңға шыққан жас жігіттер еліміздің өзге біреудің қол астында кетіп бара жатқанына және қазақ қыздарының алаңда шаштарынан сүйреліп қорланып жатқанына ашуланып, тіпті Ербол Спатаевтың өзі сотта соңғы сөзінде өзіне араша сұрамай, қыздарымыздың жағдайы қалай, қыздарымыз қайда қазір деп сұраған екен. Қазақтың ер азаматтарының кез келгеннің бойында осындай қасиетті намыс бар. Бірақ біз қыз келіншектер бізді, елімізді, жерімізді қорғайтын азаматтарымыздың қадірін білмей келе жатырмыз. Сол бұл ащы шындық. Кейбір жігіттеріміз әйелдерін ұрсып сөгіп жатқанменен олар шын мәнінде іште сол әйелді қатты жақсы көріп, өзгеге қимайды. Біздің көп қыздарымыз шетелдік азаматтарға тұрмысқа шығып жатыр, ондай жағдай менің де айналамда бар. Оларға неге өзіңнің қазағыңа тұрмысқа шықпайсың, ертең өзіңнен туылған ұл-қыз қазақпын деп айта алмайды ғой десем, бұл махаббат қой дейді. Ол жерде ешқандай махаббат емес, ол жерде үлкен дүниеменен тексіздік тұр. Біз бір-бірімізді менсінбей, бір-бірімізді төмендетіп, біреудің есігін бақыт деп қағып жүрген кезде, сол ата-бабамыздың аманатына опасыздық жасап жүрген жоқпыз ба? Біз қанша дана ана, абыройлы әйел, текті қыз болсақ та, азаматтарымызсыз біз ешкім емеспіз. Сол азаматтарымыз болмаса, біздің қазақ ұлтымыз да болмас еді. Әрине барлық азамат мінсіз емес, бірақ олар еліне опасыздық жасамайтындар, ұлтын сатпайтындар.